Вашингтон түс институты 2023 жылғы ең маңызды түстерін анықтады. Мен стилист Бибі Нұрбакиева бүгін сіздерге осы көздің сәнді трендтері туралы айтып беремін. Ол керемет сиқырлы күз палитрасы. Соның арасында қызыл, жасыл, сары түстері жаңа маусымда сән әлемінде өз орнын тапты. Қызыл және тағы да қызыл осы жылдың ең маңызды ұраны. Стилистер көше стилінде монохромды немесе тотал лук жиналған образдарды киюге кеңес береді екен. Бүгін біздің керемет образымызда мынандай қызыл костюм шалбар, кроп топ, осы түске сәйкес жібек орамалды сәнді қып тағып алдық. Образымыз толық болу үшін әрқашанда аксессуарлар мен сүмке туралы ұмытпау керек. Осы жерде айтып кетейін дегенім, үлкен моншақты қысқа алқалар трендте болады. Базалық түстерге тоқтай кетейік. Оның арасында сүр түсі маңызда болады екен. Күнделікте сүр түсті жиде, оның ішіне сүр түсті водолазканы, джинсы шалбармен үлестіруге болады екен. Өткен жылы ұсақ пайеткалар трендте болды, ал осы жылы оның көлемі өзгерді. Менен лайфхак. Үлкен пайеткаларды спорттық костюмге кроп-топ қып тігіп әдеп болып шығуға болады. Ал киімге келетін болсақ, көбісі ол да сүр түс болып саналады. Оны кешке жиындарға кисеңіз болады. Маталардың фактурасына келетін болсақ, осы маусымда былғары ақ түсті шалбарлар, твиттен тігілген киімдер және тоқылған көйлектер маңызды болады. Егер де бұрында сіздер твиттен жакет, костюм кисеңіздер, осы маусымда ілгегі бар белевой стилде тігілген көйлектерді киіп шығасыздар. Сән-сәнімен, бірақ та жылылық пен жайлылық туралы ұмытпау маңызды.